Мынаның орманның арасынан қалай шығам енді мен? Ё-моё, мынау не деген ну орман. Так, мен попугайым қасымда жүр екен, все, кел мініп ал менің үстіме. Все, давай менің үстіме мініп алдым да кеттік. Мына жақтардан енді ё-моё, мына ағаштардың арасында адасып қалғаным ше. Орманға крем деп тамақ іздеймін деп мен де тупоймын. Тамақ дейтін болмаса үйде толып тұрады. Мына жақтан тамақ іздеп кеткенімше. Так, мына жақтарға былай шығып көре берейінші. Мен қасымда қайығым бар ма еді? Все, қайығым бар екен. Так, осайынан шыға берейік. Так, мына жақта что за зданиялар? Ё-моё, так, былай қарай жақындап қарай берейікші. Так, ё-моё, мына жақта не зданиялар? Ё-моё. Опа, ана жақта адамдар бар ма не? Мен үйге қайтатын жол солардан сұрап алмасам, так осайынан жүзіп барайық адамдарға қаратады. Ё-моё, мына жақта адамдар бар ма не? Базар жоқ. Мынау өте қуанышты жағдай ғой. Ей, так. О, Ермұхан. О, чё там? Нұрлан мен Ермұхан, қаласыңдай? так, біз сендерге. Так, тұра тұр, мен қайығымнан сен қазір. Опа, все. Чё там, Нұрлан? Мұнда. Сен келейін дедің бе осы мемлекетке? Мемлекетке? Қандай мемлекет? Бұл дейтін Қаламстан ғой, Қаламстан. Қазақстаннан келген барсың. Мен мемлекет ашып алдым ғой бөлек, білмейсің ба не? Естімеппін, ё-моё, қандай мемлекет? Мен вообще-то бар ғой, мен мемлекет емес, негізі мен ана үй жақтан адасып келе жатқан мен мынау білмеймін, бір ана жерде ну орманға тауып болып, ішінде адасып, бычыт болып, жаға тауып, мынау үлкен зданияны көріп, сосын жақындап адамдар бар ма екен десем, сен тұрғаның енді қызық болды маған. Енді Қазақстанға жақын тұр негізі Қаламстан. Шекаралас па екеуі? Шығар қалас, иә. Ё-моё. Так, тұра тұрында мен қазір. Қош келдің ал. Все, так, мен қазір тұра тұр, қазір камерамды қолыма алайын. Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бүгін Ермұхан. Достар, көріп тұрғандарыңыздай, мұнан қараңыздар достар, менің қасымда дейтін қазір Нұрлан Қалам тұр достар. Ё-моё, Нұрлан Қалам дейтін бізде мемлекет ашылған екен. Так, мемлекет басшысы Қаламком дейді, базар жоқ. Онда сен мемлекетіңмен мен таныстырсай сен. Кет, көрсетейін саған. Бұл Қаламстанның шекарасы десек те болады. Мына жақта шекарасы орналасқан, сен сол жақтан келгенсің ғой. Иә. Кеттік, саған көрсетейін, таныстырайын. Қаламстан дейтін бұл осы жақында ашылған мемлекет. Бұнда деген адамдар тұрады, сияқты адам тұрады десек де болады, одан да көп даже. Ё-моё, базар жоқ. Саған көрсетейін, ал мынау дейтін біздің отель. Бірінші осы мен көзіме түсті ғой, жақындап келе жатқан кезде там үлкен болып, ойладым бір какой-то бір қайтадан Майнкрафттан новый обновление шықты ма деп ішіне кіріп келіп, жоғалған адамдарға арналған отель. Бөлмесіне кіріп тұра берсем болады. Грифелер сындырып тастаған шамалы, айып етпе. Жоқ, ештеңе емес. Осында тұрсам болады жалпы, өзіне бір бөлме жасап аласың ба, осында тұрсам болады жалпы. Қаламстанның отелі жақсы. Көрсетейін саған қаланы, енді рас келіп түсін ба саған. Айтпақшы саған құжат берейін. Қандай құжат? Жүру үшін саған құжат, міне осындай құжат. Так, жасап берейін қазір. Так, азаматтық па? Базар жоқ достар, қараңыздар, бізге дейтін официально Нұрлан Қалам дейтін бізге құжат берейін деп жатыр осы мемлекетте легально жүру үшін. Так, қарап. Достар, қараңыздар, біздің қолымызда өзіміздің төл құжатымыз бар. Так, енді бүгіннен бастап мен Қаламстандықпын ба? Кез келген уақытта келіп тұра берсем болады осында. Көрсетейін кеттік, қала дейтін өте үлкен, көрсететін заттар көп, видео түсіріп отырсың ғой да? Видео түсіріп отырмын, подписчиктерге көрсетемін. Видео дейтін ұзақ болып кетеді, бәрін көрсетіп болғанша, сол себепті саған барынша қысқаша көрсетуге тырысам. Вообще, міне, мұндай үйлер салынып жатыр енді, үлкен болып дамып жатырық мұнда, неше түрлі фабрикалар бар, ғимараттар бар, комплекстар бар, үйлер бар. Мұны жақта кәдімгідей цивилизация жүріп жатыр екен ғой, базар жоқ. Кеттік саған көрсетейін, міне мынау дейтін Қызылтал дейтін. Мына жерде Қазақстанда осындай әр адамның өзің әкімшілік базары. Осындай ауыл, мына жақта мост. Міне менің үйім осы жақта. Қане үйіңе сенің үйіңе обзор көрсек, самый главный үй осы Қаламстандағы сен үйің шығар, ол бәрібірде. Кеттік сен үйіңе обзор қарап, обзор көрсет, өзін таныстыр. Мынау примерно флаг қой, Мынау флаг қой, Мынау флаг. Әжем екен базар жоқ. Автор өзіңсің ғой примерно. Бұны біз селді екеуміз салған болатынбыз. Міне, в общем, кеттік ал егерек. Достар, қараңыздар, мынандай үлкен здание, еще Нұрланның мынау дейтін официальный үйі. Қараңыздар, мына жақта екі күзетшісі бар. Базар жоқ, кетті, ал кіріп көрек Нұрланның үйіне, ойбай, все. Все, так, кірдік біз. Міне қызыл дорожка. Рахмет, осындай сый құрмет көрсетіп жатқаның. Осы жерде мемлекеттің заңдары осы жерде қойылады. Конституция бәрі осы жерде жазылады. Осы жерде. Міне, біздің жұрттар. Барлығы өзінің шаруасымен
Ну әркім Шығар. өзінің тірлігімен айналысады деші, әркімнің өзінің рөлі бар, анау бар, мынау бар. иә көрсетейін тағы да мына жақта бізде фабрика бар сан Қане фабрика. нан пісіретін фабрика бар бидай пісіретін фабрика бар Ема достар, мына жақта дейтін кәдімгі шынымен де полноценный мемлекет екен, кәдімгідей. осы жерде біз бидай өсіреміз енді бүгін осының бастығы жоқ әзірше Аха. кейін келетін шығар енді біз былай внезапно кіріп кеттік Ема Мына достар, жерде секірсек базар жоқ, қараңыздар. Ема мына жақ дейтін кәдімгі еще қалада кәдімгі мына жер көрініп тұр, кәдімгідей адамдар тұратыны, прям мындай не өркен. Ема базар жоқ, стадион біраз үлкен екен ғой, тамаша достар, қараңыздар. Ну енді ол любой мемлекетте болатын нәрсе шығар деп ойлаймын, ондай нәрселер, ондай адамдар. тағы да бір ауыл бар қара өзгеше өзен дейтін енді мына жақта су көп Аха. Тіпті Мынау как Венеция Венеция сияқты деші мына жақ. Базар жоқ. Мына жақта бәрі өте керемет жасалған екен. ал кеттік қайыққа отыр Қайыққа ма? біреуіне Все, давай кеттік. Отырдым, все, кеттік ал. все кеттік ал Ема достар, қараңыздар, бізді қазір дейтін Нұрлан аренаға қарай апарып жатыр. Бізде Нұрлан өзінің мемлекетіндегі аренаны көрсетейін деп жатыр. Қане арена? Жетпедік па? көріп отырғандарындай мына жерде гриферлер көп біздің мемлекетте яғни бұзақылар өйстіп бәрін қиратып сындырып кетеді ну бірақ Адекватность жоқ Барынша. деші кейбір керектерді. анархия полный анархия бәрін бұзады қиратады бар енді мемлекетте ондай адамдар бар заң бұзатындар көп Сосын солармен күресуге тырысамыз сосын Нұрлан, бұл серверде адамдар ойнай алады ғой, кәдімгі обычный адамдарда, толықтай түсіндіріп кетсең, қандай версия, қандай не болу керек, там анау-мынау. 21.4 версиясы ғой 1.21.4 версиясы 1.24 версиясы и чисто немен кіру керек, комппен кіру керек. пеня бір жаманы өй бас жағар шықпа сәне Достар, мына жақта рейдер не істеп жүр, түсінбедім. постоянно шабылады бізге Все, болды, өлі. өлтіреміз соларды Мынау ғой бізде арена. арена. Базар жоқ, базар жоқ. бізде гладиаторлық бойлар жүріп тұрады осы жерде шайқастар алдында осы жерде бізде турнир болды Аха. 100 адам шайқасқан болатын үшінші орынды сол низро дейтін ойыншы алды короче қызық болды негізі сен қатысуың керек еді көруің керек еді сол сайысты Мен просто білмей қалдым, білмеймін, интернет өшіп қалды ма, не болды ма, ондай мемлекет бар екенін адасып кетсем білмейді екенмін мен. Так, онда тағы не қызық бар бұл жақта? давайте бүйтейік давай қазір ұйықтап алайық бірінші түн болып кетті ғой енді Аха. сосын қазір келесі күннен бастап саған қазір үй салатын боламыз ал Ема базар. Тұруға жеке дайын. меншігің болады өзінің үйің болады Ема базар жоқ. Базар жоқ достар, көрдіңіздер, бүгін біз дейтін официально Нұрлан Қаламның, яғни Қаламстан мемлекетінде өзіміздің үйіміз салатын боламыз. Ал мына жақта бізде өрт болып жатыр екен. Так, өртті өшіреміз осылай. Ё-моё, реально грифелер бұл жақта көп екен. Так, үстінде де болып жатқан жоқ па екен? Все, үстінде жоқ болып жатыр екен мына жақтарда. Ема бас. Мына жақта өрт әлі кетіп отыр. Реально мына жақта все. Все болды, өрттің бәрі өшті. Так, вице-президент дейді. Вице-президент кім мынау? Ассалаумағалейкум. Селди? Дәл өзі. Қуасың ба сен менің видеоларымда жүргеннен ғой? Мына жаққа қалай келіп аласың сен? Сен білесің ба, мен мына жақта қандай должность, менде дейтін вице-министр, мен осы, ол жоқ вице-президент. Короче, мен осы жерде осы қаланы чуть-чуть, осы қалам оң қолымын. Егерде бірдеңке бір сұрақтар болса или бір проблема болса, мен шешемін. Отставкаға кетсем келесі осы Қаламстанның президенті болатын адам ғой. Базар жоқ. Бұл дейтін білесің ба, бұл менің видеоларымда вообще не донерші болып жүрген адам еді ғой, бірақ базар жоқ, сен мемлекетіңе келіп, кәдімгідей көтеріліп, базар жоқ, өте керемет, көтеріліп кеткен екен. Сен просто біздің видеоларда андай бағың ашылмай жүр екен, молодец, құттықтаймын, мен қолымды ақ бас olsun. Алмайды уже ол простой емес уже. Ұйықтай қал. Все, кеттік, давайте достар, біз ұйықтайын деп жатырмыз достар. Жаңбыр жауып жатыр, жүгір, үстің бәрі су болып қалды, давай кеттік. Давайте ел жасынейіне бармақ қойық, давайте қайда ұйықтаймыз? Ё-моё. Білмеймін ғой, бас кровать болса болды, жата береміз ғой біз. Кешір ел жас сен үйінде қонып қалайық қал. Мен ұмытып кеттіңдер, күте тұрыңдар. Давай, бәрін жабу керек. Бұл мемлекетте дейтін базар жоқ екен, вице-президент пен президент любой бір гражданский адам үйіне барып қона салады екен, өте тамаша, андай өте ұйымшыл екен мемлекет екен достар. Бізде
бізде кіргізе береді любой үйге спокойно кіріп хан Көп- давай бұл- ұйықтайтын уақыт келді бұл мемлекеттің бюджетінің бәрінің осының ақшасы осыған кетіп отыр ғой деймін. Жақсы кеттік, ал ұйықтасақ ұйықтайық, давайте давай келіңдер ал. міне төсек А, мында тұр міне біреу міне жақта Қасыңа салып берші. ұйықтаймын Давай мен қасыма салып берсей. Болды. Давай бірге ұйықтайық. үшеуміз бірге жатайықшы. Давай Болмаса. үшеуміз бірге жатайық келіңдер. Мына давайте мына жерге. Қане, давай осы жерге ма? Төсегім қайда кетті? Все, осы жерге болып ұйықтаймыз осы жерде. Мен қаяққа қаштым? Тұрсай сен. Мына менің орныма жатып алды ғой. Пофиг, ұйықтай беріңдерші, қалаған жақтарыңа бар. келесі күні қазір тұру керек все болды ертең жұмыс жасаймыз кеттік Все, давайте ұйықтадық достар. Ұйықтаңдар, давайте ұйықтаңдар. Что там, жігіттер? Чё там? Ма уже әлі тоқта. О, все, Погода тоқтады. өзгерді как раз. Ема, Кеттік. ема, что там, Таза қалай ауаны айтсайшы. ұйықтадыңдар? Пойдет. ман ұйықтадым мен енді кімге Ермаханға өзінің жеке меншігін алдырту керек яғни салатын болсын өзін үйін салу керек саған Нұрлан, саған вот так туп. да Вот так туп. Все, кеттік. қотақ Все, кеттік, давай, қай жерге саламыз дейді. Примерно жерлерді сендер таптыңдар ма? Примерно қай жерде болады? Мен саған анау керек болады ма? Вот так туптар ма? Все, алып алайын, все. Өзбек боласың. Давай. Өйтіп айтпасақ, қумаш. Жоқ, басқаша. Да, давай. Жүрген. барайықшы мұнда Маған, короче. коробкасына түсіріп қайдан білеміз қаланың ортасына салғызбау керек Иә. мына жаққа салғызайық Маған ненің жағасынан ғой, короче, теңіздің жағасының голубые ставни дей ма, қалай анау бар еді ғой, сондай салып берсеңдер болды ғой маған күшті болып. Мына жақта немене мыналар жүр, давай өліна. Давай, мына жақта бас шығар шықпай келе. Все, болды, өлді. Ал. ғашық болу керек Ё-моё, мынау қаламсанда не ямалар жөндемейсіңдер ма? Ё-моё, мынау не? Жол министрлігі қайда қарап отыр? Ондай жоқ қой бізде. Ап бәрекелді. Так, Жерге осы жерге саламыз. Бұл жерге емес, мына жерге салсақ қалай болады, жігіттер? Мына жерге салсақ қарсы емессіңдер ма? Мына қара осы жерге. Қара жер ровный. Жер ровный, еще там андай саванна емес те, құрғап кеткен емес те мына жерде. Давайте онда бірінші блогын қойып бастай берейік ал. Так, неден бастаймыз? Менде ресурстар да жетпейді. Все, давай бізде, маған достар ойлаңыздаршы, Қаламстанның президенті мен вице-президенті үй салып жатыр деген сіздер қайдан көрдіңіздер деп айтсам қазір. үй салуды бастап жатырмын Не деген керемет үй мынаның. Маған уже бастамасы қатты ұнап отыр. Мынаны да қойып қояйық, мынаны да қойып қояйық осыны да. Еще все, мынаны қояйық. Міне идеальный қара. Ух ты. Менікі алмаңдар Целый! Бер! Тупой! Не, маған бермейсің. Так, бізде вице-президенттің ойынша, короче, архитектурасы осындай болады деп тұр. Қараңыздар достар, мына жерде просто майнкрафтерге керек заттардың бәрі бар. Мына үстіне енді печка қойып қойсайын, мына үстіне верстактың үстіне печка қой. Верстактың үстіне печка қой да, и потом мына жерге кровать қой. И потом былай тұр сен. Осылайынан, так, осылайынан былай тұр енді сен былай. Қашай! Осылайынан тұрасың. Міне, үй просто, Все, шедевр ғой, достар, қараңыз, шедевр ғой мынандай. Қызыл дорожка бар еді, қызыл дорожка. Вот. Мынау жетеді. Болды, міне. Все, давайте, достар, комментарийға жазып кетейік. Бізге дейтін қазір вице... Так, достар, бізде қазір президенттің бір ойлағаны бар екен, не ойлағаны бар екен. Міне, достар, обязательный нәрсені салған болатын бізде президент и бізде... Достар, комментарийға жазып кетіңіздер. Үйде 10 баллық шкаладан қанша балға дейін есептейсіздер, минус саны болады, жаза берсеңіздер болады комментарийға. Әне жарық, достар, қараңыз. Все, давайте мен үйге обзор жасайын, достар, қараңыздар, бізде үйге обзор, вот мына жерге давай кетіңдер, бұл менің жеке меншік үйім енді. Мынандай есік бізде ар жағында не отқанын көре аламыз, и мына жерде бізде кровать. И потом мына жерде бізде печ бар, и мына жерде верстак бар. В общем, Майнкрафтарға керек нәрсенің бәрі бар, достар. Мына үй дейтін судың жағасында болғаннан кейін бұл үй дейтін өте қымбат тұратын болады. Так, мына жер неше соттық жер маған? Мына жерде қанша несі тесілі маған? Қанша блогы тесілі? Айтыңдар сразу. Сол жерге өз заттарды салып берейін, бір огород па, анау-мынау ма? Мына үйге налог төлеу керек уже жалпы. Налог? Қандай немен қалай төлейді оны? Оны алмас осындай үй үшін. Так, в общем, біздің үйіміз дейтін... Қанша жейміз сізді налог қанша жейміз салды? Так, Света, қара, мысал, мына жерде мына кварцевый блок тұр, еще үстінде отопление жылы, и мына жерде еще егін. Примерно 30 штук алмас 1 сағатына. Че там ба? 1 сағатына ма? Жігіттер, ала беріңдер. Все, давайте, жігіттер. Давайте. Все, қайығың байда мен, давайте, пока. Все, давай, кетті ал.
все достар болды бүгіндікке бізде видео бітті қашамыз достар қашамыз так ё-моё не болып жатыр мына жақта так мен қай жаққа қарай болды берлем все болды өлем мен Давай, барам Ал все затыңды. болды достар мен болды Қаламстаннан кетпеймін деп шештім достар бізде осындай видео болған болатын бүгін біз дейтін Қаламстанда официально не болдық азаматтығын алдық бізге құжатты берді білмеймін жаңағы құжат лақтырып жүрмін оны қайтадан береді достар бізде қазір дейтін осымен видеоны аяқтайтын боламыз сіздерге видео ұнады деп ойдамын және де бүгін менің видеомда болған Қаламстанның президенті Нұрлан Қалам және оның оң қолы Селди сау болыңыздар достар. давайте қош келдің және бұл жай ғана пранк болды на самом деле қазір саған нормально үй береміз